Сәлем білімді жан. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлы дала сал серілері, ақан сері. Мақсаты тыңдалған әуеннің сипатын, мазмұнын, жанрын, көркемдеуіш құралдарын анықтау және салыстыру, музыкалық жанрлар мен стильдерді анықтау және ажырату. Бірінші тапсырма зерттеу тапсырмасы, яғни біз бізге берілген сал серімізді зерттей отырып, онымен танысатын боламыз. Ақан сері Қорамсаұлы 1843 жылы дүниеге келіп, 1913 жылы дүниеден өткен. Әнші, ақын, композитор. Көкшетау өңірінде дүниеге келген. Әншінің Маң-Маңгер, Қараторғай, Балқадиша әндері бүкіл қазақ халқына танымал. Балқадиша әні әлемге әйгілі. Алынған мәліметтер бойынша қаншалықты түсінгенімізді және де сол білімімізді одан әрі тереңдету үшін осы ұяшықтар әдісі арқылы көрсетілген сұрақтардың жауабын өзіміздің дәптерімізге жазып алайық. Бұл жерде ақан сері туралы берілген мәліметтерге арналған сұрақтар. Екінші тапсырма. Тыңдау және талдау. Ақан серінің Маң-Маңгер әнін бейнетаспадан тыңда, және де соны тыңдай отырып, біз астында берілген сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Суретке және бейнетаспаға қарай отырып, ән мазмұны туралы пікіріңді ортаға сал. Маң-Маңгер кекілін келте, жалын майда сөздерінің мазмұнын қалай түсінесің? Ақан сері жылқы сұлулығын, туған ауылына деген сағынышын қандай әуен арқылы жеткізген? Жігерлі, баяу, жылдам, көңілді немесе лирикалық. Келесі біз ережемен танысатын боламыз. Ақанның әндерін көбіне лирикалық әндер қатарына жатқызады. Лирикалық ән адамның ішкі сезімі мен толғанысын білдіреді. Маң-Маңгер әншінің тұлпарына деген сүйіспеншілігін білдіретін лирикалық ән. Үшінші тапсырма. Талқылау тапсырмасы. Бұл жерде бізде ақан серінің суреті көрсетілген. Және де оқушылар, сендер суретке қарап, ақан серіні қалай сипаттайтын едіңдер? Міне балалар, бүгінгі сабақта біз сендермен ақан сері Қорамсаұлымен таныс болдық. Және де тек қана ақынның өзімен ғана емес, Маң-Маңгер әнімен де танысып өттік. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңдар. Келесі сабақты өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қой.